Мал баланың шашуы дейміз де, шабылып той жасап шашыламыз, жетпей жатса біреуден асып түсуге тырысамыз. Шашу оңай, жинау қиын дегендей, той артынан қарызға белшемізден батып, етек жеңімізді жинай алмай жатамыз. Ал бұл нағыз ысыраптың өзі екенін ұқпаймыз. Алла ысырапшылдықты қаламайды, шығын шығару, садақа беру. Алланың саған берер қайыры, сыйы екенін түсінейік. Садақа Алланың ашуын басады дейме? Мүмкін болып жатқан апаттың бәрі шығын шығарып садақа бермегенімізден болар. Бар бола тұра жоққа жанымыз ашымағандықтан болар. Адамдардың арасында жоғалып бара жатқан екі нәрсе бар. Біріншісі адамгершілік, екіншісі мейірімділік. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде. Ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйле, жақсылық жаса. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе керек болмаса, туыстарыңа бар. Қиналып жүрген адамға 7 кеңес. Әр қиыншылық саған бір сабақ үйретеді. Осылайша сен мықтырақ боласың. Кейде жақсы затты жоғалтқаннан кейін артынан одан да жақсы зат күтіп тұрады. Барлығы уақытша, қазіргі қиыншылығың да бітеді, сен оны да жеңіп шығасың. Сен маңыздысың. Оны сезбесең де осыны естен шығарма. Сен әлемге керексің. Өзіңе қамқор бол, дене мен эмоциялық денсаулығыңды қорға. Сен өзің ойлағаннан да күштірексің. Алла әр нәрсенің мөлшерін белгілеп қойған. Бұл өмірде барлық нәрсе өлшеулі. Тіпті сенің қиыншылықтарыңның да мөлшері бар. Үнемі басыңда тұра бермейді, бір кезде ол да кетеді. Тек үмітіңді үзбе. Шынында біз тәкаппармыз. Кінәлі болсақ кешірім сұрамаймыз. Сағынсақ хабарласпаймыз. Көргіміз келсе қарамаймыз. Қорықсақ мойындамаймыз. Бұл жақсы қасиет емес. Жақсы адам ашық сөйлейді, сөз тамырын қазып сөйлейді. Жаман адам сасып сөйлейді, өзгелерді басып сөйлейді. Өткенге оралуға болмайтынын білсек те, кейде сол күндерді жымиып еске аламыз. Себебі ең қымбат адамдарымыз, ең қымбат күндеріміз сол өткен шақта қалып қойған еді. Садақаны сауыңда бер, қазақта шығын шықпай кіріс кірмейді деген нақыл сөз бар. Бұл сөздің түбі ысырапшылдыққа әкелетінін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Өмір шындығы. 40 жастан жоғары білімдісің бе, жоқ па, айырмашылығы болмайды. Білім алмаған әлдебір адамдарда көп табыс табуы мүмкін. 50 жаста көрікті мен көріксіз бірдей. Себебі қанша әдемі болсаң да, бұл жаста сен әжімдер мен қарадақтарды жасыра алмайсың. 60 немесе 63 жаста жоғары лауазымы бар, лауазымы жоқ та бірдей. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін тіпті қара жұмыс істеген қызметші де бастығына бұрылып та қарамайды. 70 жаста шағын пәтерде, зәулім үлкен коттеджде бірдей. Буындар әлсіреген, қозғалуың қиын болған кезде сыйысып отыратын шағын кеңістігің болса жеткілікті. 80 жаста ақшасы бар да, ақшасы жоқ та бірдей. Ақшаны жұмсағың келсе де, оны қайда жұмсарыңды білмейсің. Ал 90 жаста ұйықтау мен ояну да бірдей болады. Таңертең тұрсаң да, не істеріңді білмейсің. Сондықтан тіршілікте ағайын бауырмен, нағашы жиендермен, әріптестермен, достарыңмен, көрші қолаңмен сыйласып, жай ғана тірі жүргенің үшін өмірден, ләззат алып, тыныш өмір сүре білейік.
Саған бұйырған нәрсе сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе мықтылығыңа қарамай сені айналып өтеді. Бақыт деген бастың амандығы, бауырдың бүтіндігі. 5 күн тірлікте басқасы уақытша екенін біле жүріңіз. Мынау пәни жалғанда мінсіз адам болмайды. Бұл дүниедегі періштелер, сәбилер. Айыбың мен мініңді өзің түсінсең, санасыз болмағаның. Өзіңе әрқашан жақсы қара, сен өзіңе қалай қарасаң, әлем де саған солай қарайды. Адамдарға жақсылық жасасаң, олардан жауап күтпе. Жақсылықты тек өзің үшін жасау керек. Қиындықтарды қабылдау оларды жеңу жолындағы үлкен қадам. Санаңды сабырлыққа үйрет. Ол сені талай жамандықтан құтқарады. Ақылы жоқ басқа адырайған көз бітеді. Дуасы жоқ ауызға судыраған сөз бітеді. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Адамдар ешқашан өзгермейді, тек оларды жақсы тани түсесің. Шын бет бейнесін көре түсесің де, ары қарай таң қалып өмір сүре бересің. Өмірде осындай адамдар бар. Олар сенің иығыңнан сипап тұрып, артыңнан кір қолдарын сүртіп кетеді. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Балаларыңызды байлыққа емес, бақытты болуға үйретіңіз. Сонда өскенде дүниенің құнын емес, құндылығын білетін болады. Тау сияқты биік түсінік, білім, ақыл, сана, теңіз сияқты кең жүректі болуды ұрпақтарымызға нәсіп етсін Алла. Өткенге қарасаң көз талады екен, жастығың үнсіз артта қалады екен. Көңілің жас болғанмен, жүзің кәрі, уақыт өз өрнегін салады екен. Қартаю бұл Алланың бұйрығы ғой. Сақтасын тек кесірден ала бөтен. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай, алға қарай ұмтылып өмір сүріп келе жатқандығымыз. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың шөберең жақын, туып өскен елің жақын. Сынаққа түсіп сүрініп құлау сағыңның сынғаны емес, сабақ алып қайта тұруға берілген мүмкіндік. Сүрінсек те құламайтындай, құласақ та сынбайтындай, төзім мен күш бергейсің Аллам. Еркекте бастысы байлық емес ақыл, әйелде бастысы сұлулық емес адалдық. Доста бастысы бос сөз емес қолдау, сүйікті адамда бастысы талап емес сабыр. Денеде бастысы келісті мүсін емес, денсаулық, сөзде бастысы қандай айтылуы емес, шынайылығы мен мағынасы.